Доброе утро, осылай болып жатыр. Әже келіп кішігірім көмектесіп жатыр. Кеше посудаларды жинап істеу керек заттарды көмектесіп істеп жатыр. Біз судыра тұрдық, осылай әже көмектесіп жатыр. Бүгін туысқандарға өзің жасауға не ғой? Бүгін сол туысқандарға екінші партия жасаймыз. Нені қуандымды. Соны енді қазір дайындық басталады сотра. Осылай. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қазір ауруханада адамның шамалы сырқаттанып қалды. Шамалы болғанда үшін экстренный операция бірдеңе соған жүріп Вообще қалың киімдер, жылы жүріңдер деген сөзді. Ағаш. Мындан қатсам. Енді алатылғаты керек. Кабель бар. Үйге тиіп өтпеу керек. Сондай әңгіме. Қайырлы таң достар, қалдарыңыз қалай? Менің бүгінгі күнім таңғы 10-да басталып жатыр енді. Таңғы асымды ішіп, қазір жұмысқа кірісейін деп жатырмын. Кейбіреулері білмейтін шығар, мен бухгалтерия саласында жұмыс жасаймын. Сол жұмыстарымды қазір бітіріп, сосын үйдегі заттарды жиыстырып, көшуге дайындалу керек болып жатыр. Сіздердің күндеріңізге сәттілік тілеймін. Баршаларыңызға рахмет, қолдауларыңызға барлығын көріп жатырмын. Сіздерге күшті, қайырлы күн болсын дегім келеді. Мынау мен мысығым менімен бірге ұзатылатын. Кто помнит, кто не помнит дейді ғой. Аллахтың қалауымен Құран сабағымды бүгіннен бастап, қайтадан бастап жатырмын. Аптасына 3 рет өтетін боламыз. Қазір ұстазға бара жатырмын. Мен таң намаздан кейін вторник күні және де четверг күні и суббота күні Құран сабақ болатын болады. Меккеден кейін мен Құран сабаққа көп уақытымды бөлмей қойдым. Көп уақытымды дүние табуға, осы өмірге арнап қойғаныма кішкене ішім ашып жүрді да. Сөйтіп, Аллахтың қалауымен өте жақсы ұстаз тауып, қазір офлайн деп айтайын, онлайн емес, офлайн түрде қазір барып, солай сабақ өтейін деп жатырмын. Өйткені уақыт ол Алланікі, Алланың маған берген уақытын Алла жолында жұмсай алмайтын болсам, мұсылманмын деп айтуға кішкене ұят болады. Сондықтан да Алла берген алтын уақыттарыңызды өзіңізге пайдалы етіп, ақыретіңізге пайдалы етіп жұмсауға әрекет жасаңыз.